Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulina ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi yessir ve la tuassir, Rabbi tamim bil hayr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Hürmetli cemaat, bugün құптан намаздан алдын айтылатын уағызымыздың тақырыбы имам Биркауидің Тариқатул Мұхаммадия кітабынан Ас пайғамбар хақ жолы деген кітаптан шайтанның құлшылықтан тосатын айла шарғысы деген тақырып болмақ. Шайтан құлшылық арқылы адамды 7 түрлі тараптан азғырады. Бірінші, шайтан адамды құлшылықтан тосуға тырысады. Егер Алла Тағала құлын шайтанның азғыруынан сақтаса, адам расында мен құлшылыққа өте қатты мұқтажбын. Себебі бұл пәни дүниеде мен мәңгілік ақыреттің азығын қамдауым керек деп шайтанға қарсы тұрады. Сол сәтте шайтан адамды құлшылықты кейінге қалдыр деп азғырады. Егер Алла Тағала адамды бұдан да сақтаса, адам ажалым менің қолымда емес. Егер мен бүгінгі күннің амалын ертеңге қалдырсам, оны қашан орындап үлгіремін? Расында әр күннің өзіне тән амалы бар деп шайтанға қарсы жауап береді дейді. Яғни осы жерге тоқтап кетсек, бірінші шайтан бізді қалай азғырады екен? Ең бірінші шайтанның азғыруы құлшылықтан тосуға тырысады екен. Құлшылық жасамай қой деген сияқты. Сонда құлшылық жасап не істейсің? Ол жерге кім барып келіпті деген сияқты әртүрлі азғырумен азғырған кезде Алладан қорыққан адам не деп айтады екен? Расында мен құлшылыққа өте қатты мұқтажбын. Себебі бұл құлшылықтың пайдасы. Бұл дүниеде де, ақыретте де бұл азығын қамдауым керек, қажет деп шайтанға қарсы тұру керек дейді. Екінші шайтанның азғыруы не деп азғырады деген ол? Әлі уақытың бар, әлі жассың, ертең пенсияға шыққан кезде оқисың, намазды пенсияға шыққан кезде бастайсың, оразаны ертең жұмысты тоқтатқан кезде ұстайсың, әлі жассың деп азғырады дейді. Сол кезде мұсылман адам, Алладан қорыққан адам не деу керек екен? Шайтанға ажалым менің қолымда емес. Егер мен бүгінгі күннің амалын ертеңге қалдырсам, оны қашан орындап үлгіремін? Расында әр күннің өзіне тән амалы бар деп шайтанға қарсы жауап береді. Яғни ертең оқисың деді ма, сен бүгін оқымадың ба? Бүгіннің намазы, бүгінгі күннің құлшылығы басқа күні қайтып келмейді. Енді ол қаза болады. Оны міндетті түрде оны қайтару керек болады, қазаны өтеу керек болады. Ал өтемесең мойныңда жазылып тұра береді. Сондықтан шайтанға жоқ, мен ертең емес, бүгіннің ісін бүгін істеймін, ертеңнің ісін ертең істеймін деген сияқты қарсы жауап беру керек екен. Сонан соң шайтан дейді, адамды асықтыруға тырысады. Оған мынандайда да амал атқару үшін мына амалыңды тездетіп аяқта дейді. Егер Алла Тағала құлын бұдан сақтаса, адам кемеліне жетіп толық орындалған амал кемшілікпен орындалған көп амалдан жақсырақ деп шайтанның бұл айласына түспейді дейді. Яғни бұны қалай түсінеміз? Бұны түсінетіміз, мысалға намазды тез-тез оқып алды дейді. Намаз тез-тез оқып алды, анайға барып кел тез-тез дейді. Тез-тез оқып алды, анау ісіңді бітіріп ал дейді. Сол сияқты. Мысалға түнде тұрып тахаджуд оқитын болсаң да тез-тез оқы да, ана жұмысқа ертең ертерек баруың керексің деген сияқты қылады. Бірақ шайтанға не деп айту керек дейді? Бастаған құлшылықты кемеліне жеткізіп орындалған құлшылық асығып тез-тез шала орындалған құлшылықтан әлде қайда жоғары тұрады, артық тұрады деп жауап қайтаруымыз керек екенбіз. Енді шайтанның ары қарай азғыруы сондай, шайтан басқа айлаға көшіп, адамға амалыңды жұрт назарында толығырақ орында деп азғырады. Яғни рияға азғырады екен шайтан бізді.
не деп азғырады екен? Адамдардың арасында жұрттың көзінше амалыңды толықтыр, толық орында деп азғырады екен. Егер Алла тағала құлын бұдан сақтаса, адам не деп жауап беру керек екен шайтанға? Адамдар пайда тигізуге және зиян келтіруге дәрменсіз. Маған пайда да, зиян да келтіре алатын Алла тағаланың назары жеткілікті емес пе? Деп шайтанға қарсы тұрады дейді. Яғни мынау ойына келген рияны осындай сөзбен жеңу керек екен мұсылман адам. Не үшін мен адамдарға жақсы құлшылықты орындауым керекпін? Мен адамның құлы емеспін ғой, Алланың құлымын ғой. Мен осы құлшылықты жақсы қылып істесем, ол адамнан бір пайда да келмейді. Шала істесем, ол адамнан бір зиян да келмейді. Пайда келетін де, зиян келтіретін де кім? Алла деп айтты оған дейді. Ол айласын іске асыра алмаған шайтан пендені өз-өзіне тамсану арқылы азғыруға көшіп дейді. Не дейді екен? Сен қандай белсенді, қандай ақылды жансың? Өзге адамдар мен мән бермеген нәрсені аңғардың дейді. Егер Алла тағала құлын бұдан сақтаса, адам бұл менен емес, бұл Алла тағаланың маған нәсіп еткен сыйы. Алла тағала маған тауфиқ беру арқылы дара қылды, менің амалымды бағалады. Оның кеңшілігі болмағанда Алла тағаланың құзырында амалым мұншалықты бағаға лайық болмас еді деп шайтанның айласына алданбайды дейді. Яғни шайтан бізді ең бірінші, енді қорытындылайық, уақытымыз болып қапты, бізді қалай азғырады екен? Ең бірінші шайтанның азғыруы құлшылықтарыңды істеме деп айтады екен. Намаз оқымай-ақ қой, ораза ұстамай-ақ қой, не істейсің деп азғырады екен. Кім барып келіпті ол жерге? Бәрі бекер болып қалады бұны орындағаныңмен деген азғырған кезде мұсылман адам, Алладан қорыққан адам оған былай жауап береді екен. Бұл құлшылығым, бұл дүниеде жасаған құлшылығым ертең ақыреттегі менің азығым. Мен азығымды қамдануым керекпін. Яғни Абай атамыздың сөзі бар ғой, ад-дүния назиратул ахира деген ғой. Дүние ол ақыреттің азығы деген да. Яғни осы дүниеде ақыретімізді жасаймыз былайша айтқанда. Енді шайтан дейді, оған қоймай дейді, әрі қарай азғырады дейді. Әлі жассың деп айтады дейді. Әлі жассың, кейін пенсияға шыққан кезде оқырсың, демалысқа шыққан кезде оразаңды ұстап берерсің деп не дейді? Азғырады дейді. Сонда мұсылман адам не деп жауап беру керек екен? Ажалым менің қолымда емес. Егер мен бүгінгі күннің амалын жасасам, ертеңгі күннің амалын істей алмаймын. Ертеңгі күннің амалы болған кезде бүгінгі күннің амалы қаза болады. Сондықтан әр күннің амалын әр күні орындауым керекпін. Және менің ажалым қашан екенін білмеймін. Ажал ол бір Алладан. Сондықтан ертең істеймін деген сөз маған өтпейді. Мені ондай азғырма деп шайтанға сондай қарсы жауап беру керек екен дұшпанымызға. Ол онымен де қоймай, енді мынандай айлаға көшеді дейді. Ондай қоймайсың ба? Онда сен осы жасап жатқан амалдарыңды адамдар бар кезде көбірек жаса. Яғни намазды адамдардың көзінше толық оқы, ұзын оқы, әдемі оқы. Ораза ұстасаң адамдарға айт, мен бүгін ораза ұстадым. Бүгін дүйсенбінің сүннет ораза ұстадыңдар ма? Ұстамадың ба сен? Мен ораза ұстадым бүгін деп. Соны адамдарға көрсет, білдір деп азғырады екен шайтан. Алладан қорыққан пенде не деп айтады екен? Мен адамдарға не үшін мақтануым керекпін? Немесе адамдардан не үшін қорқуым керекпін жасап жатқан құлшылығымды? Себебі адамдар маған пайда да, зиян да тигізе алмайды. Керісінше маған пайда тигізетін де Алла, зиян тигізетін де Алла. Мен жасасам құлшылығымды тек Алланың разылығы үшін жасаймын деп шайтанға қарсы тұрып беру керек дейді. Шайтан онымен де қоймай енді не деп айтады дейді? Бәрекелді, ондай болса сен мықты мұсылман екенсің. Сен тақуа екенсің. Қараш, адамдар үйінде намазды әрең оқып жатыр. Сен мешітке келіп оқып жатсың. Қараш, адамдар Рамазан оразасын әрең ұстап жүр. Сен понедельник, четверіктің оразасын ұстап жүрсің деп өз-өзіңмен тамсануға, мақтануға азғырады екен. Алладан қорыққан адам оған не деп айтады екен? Ла хаула
Вала қувата илля билля. Ешқандай күш құдірет жоқ, бәрі Алланың қалауында. Күш құдірет Алладан ғана. Яғни осыған маған Алла мүмкіншілік беріп жатыр, мен емес. Бұны істеп жатқан мен емес, Алла маған мүмкіндік берді. Мен бар жоғы соны мүмкіндікті Алла Тағала маған пайдаландырып жатыр. Жақсылықта, жамандықта бір Алладан деп мұсылман адам өз-өзіне тоқтау береді екен. Ахир дауана анилхамдулиллахи раббил аламин. Қаматтайды ислам.